Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге өзгеше дайындалатын винегрет салатын жасайтын боламыз. Бізге керегі бір дана сәбіз, 3-4 дана қызылша. Менде сәбізім үлкен, тез пісу үшін ортасынан бөліп алатын боламын мен. Қызылша да үлкен, ортасынан бөлдім екіге. Картошканы бөлмейтін боламын. Картошка өйткені тез піседі. Қызылша мен сәбіз кештеу піседі. Фольгаға салып аламын. Қайнатпаймын, мен фольгаға салып, духовкаға пісіріп алатын боламын. Дәмі өзгермей, дәмді болады қызылшамыз. Суға пісірген кезде суға шығып кетеді дәмі. Тұзымызды себеміз. Сұйық май сепсеңіздер де болады үстіне. Мен оливковый масло құйдым. Енді фольгамызды жауып, міне дәл өйстіп духовкаға пісіріп алатын боламыз. Енді картошкамызбен сәбізімізді саламыз отдельный. Бөлек-бөлек салып аламыз өйткені. Міне бұғанда тұзымызды, майымызды сеуіп, бұны да дәл жаңағыдай орап, жауып үстіні 220 градуста 60 минутқа пісіріп аламыз. Міне духовкаға қойдым мен. Арадан уақытымыз өтті. Міне менің сәбізім де қызылшам да міне пісіп шықты. Міне жұмсақ. Қызылша да міне пісіп шықты. Ал енді кішкене суығаннан соң барлық массаны турап алатын боламыз. Сәбізімізді де майдалап, 4 бұрыштап турайтын боламыз. Сәбізімізді міне турап болдым. Енді картофымызды да дәл осындай ұсақтап 4 бұрыштап турайтын боламыз. Барлық массаны дәл осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Міне картопты да турап алдым. Ал енді мұны қызылшамызды да дәл солай 4 бұрыштап майдалап етіп турап алатын боламыз. Міне қызылшамызды турап алдық. Енді 2 дана қиярымызды, тұздалған қиярымызды да турап алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда неше түрлі салаттардың, тамақтардың рецептері бар. Егер менің видеоларым ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде кері байланыс жасайтын боламын. Қазір күз мезгілінде уже жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылда столға не салат жасасам екен деген адамда ойлар туындайды. Соның үшін менің каналымда неше түрлі жаңа жылдық столға арналған салаттардың рецебі бар. Соны көріп, менімен бірге салат жасаңыздар. Міне укробымызды турап алдым, жүгеріміздің жартысын салдым, квашеный капустамызды саламыз. Ал енді мынандай пиаламызға 2
оливковый масламызды құямыз, 2 қасық. Кішкентай қасықпен жарты қасық тұз, қарапұраш, горчица, лимонымызды, міне кішкене лимонымызды суын сығып жібереміз. Енді барлық массаны араластырамыз. Ал міне дайын. Енді ыдысымызға мына турап алған массамыздың барлығын салып аламыз. Міне барлығын салдым. Ал енді жаңағы жасап алған соусымызды үстіне құямыз. Тұздығын десем де болады. Енді барлық массаны жақсылап араластырамыз. Ал міне достар, біздің салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Дәмі де өте дәмді, ерекше болып шықты. Балдар бір отырғанда жеп қоятын өте дәмді салат болып шығады.